Марапаттау облыстық полиция ведомствосында өтті. Полиция департаменті бастығының міндетін атқарушы полиция полковнигі Қанат Айтбаев полиция қызметкерлері ерліктерінің еңбегі әрқашан жоғары бағаланатынын атап өтті. Өйткені ерліктердің көмегімен әртүрлі дағдарыстық және басқа да мәселелер өз шешімін тапқан, алғыс хаттармен марапатталған 10-нан астам белсенді жас облыстық полиция қызметкерлерінің қошеметіне бөленді. Мы всегда ощущаем вашу помощь, вашу поддержку. Біздің күнделікті қызметіміздегі сіздердің көмектеріңіз ұшан теңіз. Жоғалған адамдарды іздеуге де белсенді атсалысасыздар. Пандемия кезінде де бірге жұмыс істедік, халықпен тығыз байланыста болдық. Лидер КЗ ашық жүрек қамқор солтүстік Қазақстан облысының іздеу жасағы Петропавл қаласының жастар ресурстық орталығы бірнеше жыл бойы осы клубтардың белсенділері есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл, криминалдық полиция бөліністерінің жедел уәкілдерімен, учаскелік полиция инспекторларымен тығыз байланыста жұмыс істеп келеді. Облыс орталығының көшелеріндегі есірткі граффитилерін бояп, жабу бойынша 5 акция өткізді. Оның барысында 60-тан астам жазба боялды. Жоспарлы жұмыстан бөлек ұлдар мен қыздар кез келген ауа райында күн-түн демей жоғалған адамдарды іздеу шараларына қосылуға дайын. Бұл жұмыс икемділікті, ерекше төзімділікті, әмбебаптықты қажет етеді. Еріктілер жоғалғандар туралы бағдарламады қағазға басып шығарып таратады. Халыққа сауалнама жүргізу кезінде ақпарат жинауға қатысады. Елді мекендерді аралауда көмектеседі. Бұл бағытта әлеуметтік желілердің де көмегі зор. Жастар фото бағдарларды дайындайды және жариялайды, түсініктемелерді бақылап отырады. Мессенджерлер арқылы іздеу іс-шараларын ұйымдастырады. Кездесу соңында Қанат Айтбаев белсенді жастар мен клубтардың басшыларына тағы да алғысын білдіріп, әрбір еріктінің, белсенді қала тұрғынының еңбегі зор құрметке лайық екенін айтты. Полиция мен еріктілер клубтардың жемісті ынтымақтастығы бұдан әрі жалғасатын болады. Қуаныш Қапес полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленген.